Ассалаумағалейкум қазақ елі. Америкадағы сайлауда Дональд Трамп жеңіске жетті. 4-5% артық болып Камала Харристан жеңді. Енді мынау орыстарға, Ресейге қуанғандары ертерек деп ойлаймын. Десеңіз, баяғыда 2016 жылы Трамп жеңгенде Жириновский қалай қуанған бәріміз көрдік қой, бәріміз не қылдық, бірақ ол қуанышы, ол Трамптың президенті болған, оның ешқандай пайдасы әкелген жоқ Ресейге. Енді неден қалай Трамп президент болғанын, соған қалай политик болған, соған қайталайық. Баяғыда жағы қара нәсілді афроамериканец жағы президент болғанда жағы Барак Обама 2 срок болды, өте жақсы президент болды. Американы әбейірін көтеріп, мына жақта Иракпен жағдай жасап, Иранмен де бәрі не қылып, демократ, нағыз өзін талай оскорблять етсе де, Филиппин басқалары да үндемей соларға жағы көніп дегендей. Өткен құрметі болды. Кейін мынау Америкада әлі мынау российский немлер ақтар көп әлі. Баяғы жас келген адамдар естерінде 70-ші жылдары, 60-ші жылдары мынау Трамп болғанда, ол мынау Ку-клукс кланның бастығы болатын еді, менің ойымша, расист. Сондай расисттер ақтар жиналып, сол нақ мынау негр болады дегенде, сондай баяғыдан сондай немлері бар, сөйтіп Трамп президент қылған. Соның үстіне енді мынау қараларды кейбіреулер қосылды. Нақ қосылды, ол жағы мынау немнен шекараны жабам деді. Мынау иммигранттар тоқтатам дейді, басқа иммигранттар қайтарып жіберем дейді. Оның сөзінде жаны бар, өздерің ойлаңыздар. Миллиондаған мигранттар келеді Америка. Жыл сайын миллиондаған мигранттар келеді. Өздері 350 миллион ба, сонда да бәріне жетіп жатыр. Жұмыс та жетеді, басқасы да жетіп жатыр. Кейін жағы олар тыныш жүрмей қылмыс жасайды, жұмыс орындарын алып қояды. Мынау СНГ-ден, мынау Ресейден, Қазақстаннан, әр жерден қашып барған жағы бостандық деп жағы жағдайын дұрыстайын деп қашқандар өте көп. Сояқтан баспана алып, сояқтан жұмысқа кіріп, жағдайларын өздерін естіп жатасыздар, жақсы. Мынау магазиндерін көрсеңіздер, ешкім атыңда сұрамайды, барып тегін ала береді продукты. Өздерің ойлаңыздар, 350 миллион халқы бар, сондай жағдай бар. Ол сұрамайды, сен Нұр Отан мүшесің ба, жоқ мынау Единая Россия мүшесің ба, фамилияң кім, қаяқтан келіп тұрсың, мына жердегі продукт алма, он тегін продуктыларды көрсеңіз, мына YouTube каналдарында көрсетіп жатыр, талай барып келген адамдарды айтады. Біздің супермаркетте жоқ. Бізде ондайды бермек тұрмақ, бір бұқанка беретін онда буынып өлер мынау. Халық мынандай жағдайы осындай қиын болып жатқанда, байлығын осындай егесі болатында, халық қиналып жатқанда да бермейді. Олар да сондай. Сол үшін олар мынау шекараны жабады. Кейін мынау жағдайды дұрыстатамыз, мынау экономикасын не қыламыз деп дегеннен кейін оларға жағы Трампқа біраз қара нәсілдер де қосылды. Сөйтіп ол жеңді. Енді жеңгенде мынау Камала Харристің өзі кінәлі. Бүйтіп қарасаңыздар, одан мұсылмандар басын тартты. Мынау әсіресе мынау Израильге қатты көмектесті. Трамп, ол енді бәрі сол Израильге бүйтіп қарасаң, ол бәрі олардың құдайы бір, мынау диктаторлардың құдайлары бір, ол иблис. Олардың қалай иблис көмектеседі оларға. Сөйтіп мынау Израильде жағы дәжжалды күтіп отырса, антихрист дейді ғой. Мынау жағы Мешет Аль-Аксаның орнына жағы новый храм деймі, соны баяғыда соғамыз деп, мынау Израильді үлкен қыламыз деп, әлі көресіздер, Ливанды да алғысы келеді, басқаны да алғысы келеді. Өзі мұсылмандар қарсы шыққанды бағысы жалғыз Турция не істейді? Сөйтіп, Харрис басында неғып келеді бәттірді. Израильге онша көмек берген кейін, олар қысым жасағаннан кейін, ол да айтып шықты, мен Израиль көмектесем, еврейлерге көмектесем, Израиль жағы немлерден Хамасты құртан, бітем деген мұсылмандар байқыстар неғылар білмей, сөйтіп бас тартып дауыс бермеген сияқты. Сөйтіп анау тағы майда шүйде немлері бар, жағы өзін жағы избирательмен телефон өтіктен сөйлесіп атқан сияқты болып, бүйтіп қараса ол сөйлескен жоқ. Сондай майда шүйде алдағанда сендер президент болғанда сен Назарбаев сияқты бәрін алдап шығасың ба, құдай біледі деп, сондай
майда шүйделер избирательді бас тартып сөйтіп жеңген болу керек. Енді Трамп енді жеңгені мына соғысты тоқтатам деді. Орыстарға, Ресейге деген, енді орыстарға емес, Ресей билігіне ол қуану үшін екі талай деп ойлаймын. Нақ дейсіз ба? Ол жаңағы сөздерінде айтып қалды, біз ең бай мемлекетпіз мұнай жағынан. Біз жаңағы сұйық алтын біздің қолымызда. Біз сұйық алтын жағынан, жаңағы мұнай жағынан, жаңағы Сауд Арабиядан да байымыз, Ресейден де байымыз, оның бәрін шығарамыз, сөйтіп жағдайды дұрыстатамыз дейді. Оның бәрін шығарып жесе, мұнайдың бағасы бұрқыт құлайды, оны білесіздер. Ол Ресей үшін нағыз атомный бомбадан жаман. Мынау Трамптар, Байдендер баяғы Украинаға жаңағы ракетан бермей, жаңағы ары қарай Москва, басқа жерлерін атпа, сөйт, бүйт деп соған қарағанда масондар мынау славян халқының түбінен құртпақшы ма деймін. Екеуінде де жаңағы орысша айтқанда велотекущий соғысқа салып, сөйтіп не қылып отыр. А бұл мұнайды тарс етіп бағасын шығарып жүрсе, Байден, сонда Ресей билігінің аяғы аспанға нағыз ұшады. Білесіздер ме? Баяғыда естеріңізде болса, мұнай $25 болғанда, доллардың бағасы 120 теңге еді. Мына Алматы қаласында $4-5 мың ары кетсе шертіп алуға $10 мың шертіп алып квартира алуға болатын, да үй алуға болатын еді. 2005-2006 жылдар мұнайдың бағасы болды. Сондай жағдайға келсе, ол жағдай, Ресей жағдай, бұнау Ресей халқы өзі жағы Путиннен тақтан ұшырып жіберді сияқты. Немде басталған екен. Ол бізге де қиын болады. Бізге де қиын болғанда бізде де мұнай түседі ол бағасы. Тек қана біз мұнайдың арқасында тұрып жатырмыз. Сол үшін жаңағы Байден айтып жатқаны, Трамптың кешіңіздер, Трамптың айтып жатқаны, я за один день закончу войну деп жатқан, ол мүмкін жаңағы Путинге айтатын шығар, Володя, біздің құдайымыз бір босатты, біріне саған мынау немене деп. Енді өздерінің құдайлары ғой ол, иблис. Сен мынау соғысты тоқтатпасаң, мен мұнайдың бағасын сүрем, сен өзің халқың жеп қояды. Ол бірінші. Екіншіден, ол Путинді оңайшылықпенен жаңағы Ресейдің немнеден бет жоқ Украинадан шығу. Кейін Зеленскийді де ол қайтпайды. Ол жерлерін босатсын, кетсін дейді. Зеленскийдің артында жаңағы Европаның бәрі тұр. Европада Зеленский Европаның да күшті. Сол үшін бізге мынау үлкен өзгеріс болайын деп жатыр. Қазақ елі. Енді орысша айтқанда, что бы не делать, к лучшему дей санайық енді. Бізге енді бәрібір ғой енді. Байлығымыз бәрін анау жаңағы Байден кезінде, алдындағы жаңағы Барак Обамам кезінде, қазіргі де келесі немнеге Америка тонап жатыр. Мынақта Францияға бердік, мынақта Ресейге бердік. Мынақта Америкада жақында тағы бердік, мынақта Қытайда қазақ халқын бердік. Ол бізге бәрі олар көз қарасы, бізде әйтеуір, біз оларға шейін кормушка. Сол үшін олар бізге не қыламайды. Бірақ мұнайдың бағасы құлағаннан кейін, ол бізде де жағдай нашар болуы мүмкін. Ол бір жағынан билікке де нашар болуы мүмкін. Енді Қытай қашанғы бере берсін қарыз. Ол Қытай айту мүмкін, не айналайын, сен анау жерлерді бер деп. Сондай жамансық бар еді. Мен пікірім, көз қарасым сондай. Сол үшін енді мынау бізді үлкен өзгеріс, үлкен глобалдық немнені күтіп отыр енді. Бұл жерде мынау Палестина халқына, палестиналарға обал болып жатыр бақсы. Арабтар сатып кетті, сатқындар. Мынау бай Объединенные Арабские Эмираты дегенде, Сауд Арабия, Кувейт бәрі сатып кетті, бауырларын. Мен осы Палестина халқына осындай батыр халық деп ешқашан ойламайтын. Мен ойлайтын, жаңағы ауған ең батыр халық деп ойлайтын. Бірақ мына Палестина халық, кішкентай бала, кішкентай қызына шейін қайтпай жатыр ғой. Тек қана Алла тағалаға не қылып. Сосын соларға обал болып отыр. Енді оны бір Құдай көмектесе. Ол да жаңағы Құранда жазылған, баяғыда мынау Дәжжәл келеді, жаңағы Иса пайғамбар түсіп оны өтеді. Мынау Сирияда қатты соғыс болады. Ол да уже жаңағы орысша айтқанда предопределенный ғой. Бірақ енді сонда да
күтейік, үлкен өзгеріс болады. Енді жамандықтың бәрінен сақтасын бізді. Енді не болатын күтейік. Сегодня тағы қайта алып айтсақ, что не делать, что к лучшему деп. Жақсы, рахмет.